Барлығына сәлем, 500 теңгелік инемен кез келген киімді сапалы тігуді үйренейік. Бүгін біз кішкентай балаға шорты тігеміз. Тікпестен бұрын қысқа шалбар балағын оверлоктап немесе зигзагтап аламыз. Және қажет сантиметрді қайырып үтіктейміз. Тігу үшін бізге 2 жіп және осындай қос ине қажет болады. Дүкенде бұл инені 500 теңгеге сатып аласыз. Тігін машинасына осы 2 жіпті қатарынан сабақтаймыз. Иненің 2 ұшына 2 жіпті кіргіземіз. Астыңғы жіпті әдеттегідей сабақтап жоғарыға көтереміз. Тігістің ұзындығы 2,5 мм және түзу тігісті таңдаймыз. Панельді ашып, шалбар балағын оң жағынан кіргіземіз. Тігін машинасындағы осы сандарға мән береміз. Сонда түзу тігіс шығатын болады. Тігістің басында реверс кнопкасын баспаймыз, тек соңына ғана басып түйіндейміз. Мінекей біздің шортымыз дайын болды. Осылай сапалы киім тігуді үйренгіңіз келсе, Instagram және YouTube каналыма жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.